Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дан бір өзінің ұлы хадисінде мындай дейді: "Ла имана лиман ла аманата ла, ва ла дина лиман ла ахда ла" дейді. Мұны Ахмад ибн Хамбал деген чоң мухаддис рахматуллаху алейх өзінің кітабында айтып кеткен. "Ла имана ла аманата" дейді. Bir kişinin imanı жоқ дейді ал. Қандай инсанның иманы жоқ десең, ла аманата ла дейді. Ал кіші аманатқа қиянат қылған инсанның иманы жоқ болып қалады дейді. Сізге орыс бұ, қырғыз бұ, мұсылман бұ, айырмасы жоқ. Сізге бір бұйымыны аманаттыққа таштап кеткен болса, ошол аманаттыққа қиянат қылбасаңыз, сіздің иманыңыз бар болады дейді. Аманатқа қиянат қылсаңыз, анда сіздің иманыңыз жоқ деп айтады Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы пайғамбар болғанға шейін пайғамбарымыз Мұхаммад Амин деп атап келген, ошо мушрик кафирлар, чынчыл инсан деп. Динini кабыл кылган жок пайгамбарыбыздын. Бирок ошонун сыпатын кабыл кылбады. Кичпейилдүүлүк, чынчылдык, аманаткөйлүк сыпатын кабыл кылып, жанагы мусулман эмес инсандар пайгамбарыбызга өзүнүн кымбат буюмун таштап кетип аткан. Көрдүңүзбү биздин пайгамбар кандай жашаган? Жок бул капыр эле, жок бул мушрик эле, жок албайм деген жок пайгамбарыбыз. Амин болгон. Бүгүнкү күндө сиз да биз да ошентип жашашыбыз керек. Ошондо башка инсан чындап динге кирет. Чындап орыс болу, капыр болу, башкасы болу, сиздин артыңызга түшүп, сүйлөгөн сөзүңүздү угат. Жок бизде амалыбыз. Бүт эле сүйлөйбүз, угабыз, болду. Анан жашоого келгенде башка эле нерсе менен жашап атабыз да. Башка менен жашасаң, анда башка бирөөлөр ар кандай бизден каталарды таап айтышы мүмкүн.